Сәлем достар, бүгін біз стористі әдемі әрі креативный етіп әрлеуді үйренетін боламыз. Ол үшін сториске барамыз. Жоғары жағында плюсик батырмасын басамыз. Төмен жағындағы фотоны басамыз. Өзіміз таңдап алған кез келген фотоны аламыз. Мінекей алдым. Енді оң жағынан санағанда үшінші батырманы басамыз. Осы жерден GIF дегенге барамыз. GIF дегенге барып ағылшынша diamond деп жазамыз. Алғашқы буын жаза берген кезде осылай кристалликтер шығатын болады. Өзімізге ұнаған кез келген кристалликті алатын боламыз. Маған мысалы мынау ұнап тұр. Осыны экранның бүткіл бетіне екі саусақтың көмегімен жаямыз. Мінекей жайылды. Оң жағынан санағанда бірінші батырманы басып, сохранить етеміз. Сохранить етілді, шығамыз. Жаңағы сохранить етілген кристалликке қайтадан барамыз. Рисовать дегенге барып, үстін бүйтіп басып тұрамыз. Сол кезде экран осылай ағарады. Содан кейін готовыны басамыз жоғары жағындағы. Одан кейін оң жағынан санағанда үшінші кнопканы басып, өзіміздің таңдап алған фотомызға барамыз. Мінекей таңдап алынды. Енді жоғары жағындағы АА дегенге барамыз. Жоғары жағында А-ның алдында тұрған дөңгелекті басамыз. Өзімізге пипетканы алып, төменгі жағында өзімізге кез келген түсті таңдап аламыз. Мінекей үстінен бассаңыз неше түрлі қылып өзгертуге болады. Мінекей таңдап алынды. Енді нүктені қоямыз. Нүкте қоямыз да неше түрлі қылып өзгертсеңіздер болады. Маған міне осы түрі ұнап тұр. Осыны аламыз да былайынан шайқастырамыз екі саусақтың көмегімен бәрі. Жаңа фотоның үстін бассаңыздар, осылай дөңгелек, жүрек, жұлдызша болып өзгереді. Кез келген бағытта өзіңіз қоя аласыз. Мінекей қойылды. Фотоның көлеміне қарап қойған жақсы негізі. Қойылды. Енді жазу жазамыз. Жоғары жағында АА барамыз. Мысалға дом интерьер деп жазамыз. Жазамыз да өзімізге ыңғайлы вариантты таңдап аламыз. Мінекей маған осы ұнап тұр. Тағы да пипетканы алып, кез келген түске өзіңіздің қалаған түсіңізге өзгертіп алсаңыз болады. Мінекей мына түсті таңдаймын мен. Осылай қоямыз үстіне. Содан кейін оң жағынан үшінші батырманы басып, опрос жібереміз. Яғни қалай шыққан жазамыз. Осылай қоямыз. Енді қалай шыққан деген жазу көрінбей тұрған соң, жоғары жағындағы оң жағынан санағанда бірінші батырманы басып, рисовайтты басамыз. Рисовайтты басқаннан кейін төмен жағы пипетканы алып, тағы да өзімізге керекті қалаған түсті таңдап аламыз. Мінекей жасыл түсті таңдап алдым. Енді жоғары жағындағы оң жағынан санаған кезде ортасында тұр, яғни үшінші батырманы басып, қалай шыққан деген жазудың үстін былай басып шығасыз. Сол кезде қалай шыққан деген жазуыңыз көрінетін болады. Мінекей готовыны басамыз. Рисоватқа қайтадан кіреміз да, сосын өшіргішті таңдап алып, сол жағындағы өшіргішті үлкейтіп және кішірейтумен жан-жағын бүйтіп өшіреміз. Бүйтіп жасауға болады. Осылай жасауға болады. Жан-жағын өшіріп, манағы кристалликтер артында осылай әдемі болып көрініп тұратын болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасауыңызға болады. Қателеріңізге жарасын, жоғары жағында готовыны басып, сохранить ететін боламыз. Менің каналым сіздерге ұнаса, тіркеліп,
лайк басуды ұмытпаңыздар.